Қазір лекциядан шықтық. Python'ды оқыту бойынша профессордың оқытқан лекциясынан шықтық. Бізге 5 минут қана уақыт берілді. 5 минут уақытта біз тездетіп бітіріп қайтадан лекционный залға кіруіміз керек. Өйткені осы уақытқа дейін оқығаннан бөлек қазір бізге 5 минут қана уақыт берді. Өйткені содан кейін бізде ар жағында тағы да 200 слайд бар екен. Ойлаңыздаршы, бізге Қазақстанның мұғалімдері келеді деп қандай дайындалған бұл кісілер. Өте керемет дайындалған. Бұл жерде деген ғой, адам мен адамның қарым-қатынасын дегенге өте қатты мән береді екен. Себебі бұл жердегі бір адам ол осы қоғамның бір бөлшегі деп қарайды екен. Егер мен бірдемен дұрыс емес деп қойсам, онда қоғамға зиян келтірген болып саналады екен. Соны ойлаңыздаршы, қандай түсінікті, қандай философия.